5 маусым күні Талдықорған қаласындағы Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының ғимаратында 16 жастағы Шерзат Болатты өлтіру ісі бойынша үкім шықты. Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында судья Ержан Жанұзақов үкімді жариялады. Сот үкім етті. Абзал Нұрғалиұлы Шынасыл Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтармен 24 бабының 3 бөлігі 99 бабы 2 бөлігінің 1, 7, 9 тармақтармен 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтармен 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодексінің 24 бабының 3 бөлігі 99 бабы 2 бөлігінің 1, 7, 9 тармақтармен 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодексінің 293 бабының 3 бөлігімен 7 жылға бас бостандығын айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодексінің 58 бабының 4 бөлігіне сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен Абзал Нұрғалиұлы Шынасылға түпкілікті 23 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Шынасылға жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодексінің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Шынасылдың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің бір жарым күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын.